Ерте заманда өз маманының білгірі атанған Ахмет есімді беделді дәрігер болыпты. Күйген тіршілік жұмыстың барысымен жүре беріп, ол 30 жасқа толғанын аңғармай қалады. Ендігі жерде Ахмет отбасын құру үшін өзіне жар іздеуге кіріседі. Жұмыс барысымен кездестірген қыздардың барлығы оның көңілінен шықпайды. Өйткені ол иманды, құлшылығына берік жанды іздейді. Осылайша арада нәтижесіз 5 жыл өтеді. Содан ол жақсы жарды кездестіру үшін жаратушыға жалбарынып дұға ете бастайды. Бір күні Ахмет қызмет аясында дәрігерлер тобы болып Орталық Азия еліне іссапармен барады. Олар онда түрлі ауруларға шалдыққан мұқтаж жандарды емдеумен айналысады. Содан бір күні ер жігіт әпкесін ертіп Ахметке келеді. Әпкесінің көзіне ақтақ түскенін, салдарынан көзі нашар көре бастағанын айтып, ота жасап емдеп беруін өтініш білдіреді. Әлгі әпкесі өз кезегінде жылап отырады. Ахмет оның жанына жақындап, «Сізге не болды? Көзіңіз ауырып тұрма?» деп жаны ашиды. Сонда інісі сөзге араласып, «Жоқ, олай емес. Менің әпкем өмір бойы Құран кәрімді толық оқып, тұрақты хатым жасап келеді. Ендігі жерде осы көздің салдарынан сол хатым үзіліп қалатынына алаңдап жылап отыр» дейді. Сол уақытта әпкесі Ахметке, «Сіз менің көзіме ота жасау үшін қанша уақыт жұмсайсыз? Маған тез біткені жақсы. Себебі Құран хатымды осы уақытқа дейін үзген емес едім» дейді. Мұны естіген дәрігер таңырқап, отаның 6 сағат уақыт алатынын ескертеді де, «Сіз Құранды толық жаттағансыз ба?» деп сұрайды. Сонда ол, «Аллахқа шүкір, толық жаттағанмын және әр аптада 1 рет хатым жасап тұрамын. Мен үшін бұл өмірде 2 ғана ұлы қызмет бар. Біріншісі Аллахтың тұрақты кітабын оқу, екіншісі үйдегі ата-анама риясыз қызмет ету» дейді. Қыздың аузынан шыққан мұндай сөз Ахметке қатты ұнайды. Содан ота жасалып, Аллахтың қалауымен әлгі қыздың көзі қайта қалпына келеді. Істі ақырына жеткізіп болған соң дәрігер қыздың інісін шақырып, «Әпкеңнің дінге деген беріктігі, бойындағы имандығы мені қатты қызықтырды. Оның Раббысына деген ықыласы шынайы екендігі көз жанарынан білініп тұр. Аллахқа шүкір, әпкең енді толық жазылып кетеді. Алаңдама. Ендеше менің бұл жасаған қызметім үшін отбасыммен бір кесе шай ішуге шақырсаң, қуанышпен барар едім» дейді. Содан ертесіне Ахмет әлгілердің шаңырағына барып, ата-анасымен танысады. Шай үстінде ол, «Мен біраз жылдар бойы өзіме жар іздеп жүредім. Сол іздеген өмірлік жарымды сіздердің үйлеріңізден тапқан секілдімін. Егер рұқсат етіп, баталарыңызды берсеңіздер, қыздарыңыздың қолын сұрайын деп келдім. Есесіне қалаған сый-сияпаттарыңызды берейін. Себебі мұндай иманды қыздың алдында қанша дүние берсең де артық емес» дейді. Нәтижесінде қыздың ата-анасы баталарын беріп, 2 жас бақытты шаңырақ құрған екен.